2019 жылдың 10 желтоқсан күннен бастап өз күшіне енетін YouTube-тың жаңа ережесі жөнінде біздер қазір айтып өтетін боламыз. Ал айтып өтпестен бұрын сіздер YouTube каналға тіркеліп, дәл қазір өзіңіздің активный екеніңізді көрсетіп қойыңыз. Өйткені сіз осыны көріп отырсаңыз, жаңа бастап жатқан блогерсіз, немесе кәдімгідей дәрежесі бар блогерсіз. Енді қараңыздар, нақты ұзаққа созбай қысқа айтып кетейін. Не үшін қорқу керекпіз, не үшін жаңағы шулау керекпіз деген сияқты. Өйткені бұдан қатты қорқатын ештеңе жоқ. Ең негізге келген, ең негізге енгізілген ережелердің бірі ол 13 жасқа дейінгі балаларға арналған YouTube детям деген приложенияны қолдану. Яғни, егер сіздің жасыңыз 13 жасқа дейінгі болатын болса, онда сіз YouTube-ті қолдана алмайсыз. Сіз YouTube детям дегенді қолдана аласыз. Ал егер 18 жасқа дейінгі жаста болсаңыз, онда сіз YouTube детямдан бөлек приложенияға кіре аласыз, бірақ сіз ата-анаңыздың рұқсатымен. Яғни сіз канал ашып, ол жерде жаңағыдай әртүрлі насихаттар жүргізуге, тағда басқа бір қоғамды өзіңіздің артыңызға ертіп, немесе бір мемлекетке қарсы, заңға қарсы бір ықпал жасайтын болсаңыз, немесе әртүрлі бір адамды жамандайтын, немесе басқа біреудің жеке мүлкіне тиісетін болсаңыз, заңға қарсы шықсаңыз, в общем, сіздің ата-анаңыз басымен жауап беретін болады. Бұл негізгі шыққан ережелердің бірі. Ал енді келесі ереженің негізгі түп төркіні ол мына YouTube-тың біздің мемлекеттік органдармен байланысқа түсуі десек те болады. Өйткені барлығымыз білеміз, осыған дейін көп мемлекетте YouTube-ті блокировать етті. Ол жерде ішкі заңның қайшылықтарына байланысты YouTube-ті жауып тастаған болатын. Ал ол YouTube-қа көптеген шығын алып келген болатын. Енді осындай шығынды көп болдырмау үшін не істеді? Олар мемлекеттің ықпалына көнді десек те болады. Өйткені ертең сіз мемлекетке қарсы, немесе заңға қарсы, конституцияға қарсы, немесе біреудің сыртынан сөз сөйлеу, біреудің атынан сөз айту деген сияқты заңға қайшылықтар жасайтын болсаңыз видео арқылы, онда сіздің каналыңызды бірден кетіріп тастай алатын құқығы бар. Ондай заңмен өте көп жазылған. Өйткені YouTube-тың заңын жазған заңгерлер ол өте сауатты жазған. Ол жерде ешқандай шағыммен сіз жеңе алмайсыз соттасқан жағдайда. Сондықтан да сіз сол заңға көну керексіз. Өйткені YouTube өзінің табыс жағын ойлай бастады десе де болады. Сонымен қатар, егер сіз YouTube-қа табыс әкелмейтін болсаңыз, онда ол YouTube-тың да сізбен жұмыс істеуі екі талай десе де болады. Өйткені сіздің каналыңыз монетизацияға қосылмаса, немесе сіз YouTube-тан бөлек жеке дара өзіңіз бір база жинайтын болсаңыз, немесе бір тауарларды продвигать ететін болсаңыз, онда сіздің каналыңызға өте үлкен шектеулер қойылатын болады. Сондықтан осындай жайттарды ескерген дұрыс. YouTube-тың енді былай айтатын болсақ, біздің көзқарасымызша біз қалай жұмыс істеу керекпіз. Яғни мен аламда видео түсірем, яғни осындай бір видео түсірдім. Бұл видеоны ешкім басқа түсірген жоқ. YouTube-қа салдым, оны басқа біреулерге, халқыма, немесе көрерменге ұсындым десе де болады. Сол арқылы мен монетизация арқылы YouTube-қа пайда алып келдім. Яғни мен өзімнің осы видеом арқылы мен көрермен жинадым, қаралым жинадым. Ал ол қаралым жинағаным ол YouTube-қа да пайдалы. Егер менің каналым жақсы просмотрлар жинап, жақсы аудиториямен қамтамасыз етіп отыратын болса, онда ол YouTube-тың қызығушылығындағы деген сөз. Тек сіз монетизация қосып қою керексіз. Енді қараңыз,
Мен өзім жеке монетизация қосылып тұрған жоқ. Мен білем каналдарды, яғни миллиондаған подписчигі бар, миллионға жуық, бірақ монетизацияны өшіріп тастаған. Монетизацияны өшірудің қажеті жоқ. Яғни жарнама видеоның ортасында арасында шығып кетіп назарда аулайды, менің удержание аудиториям төмен түсіп кетеді деген болатын болса, онда сіз тек қана монетизацияның ішінде видеоның ортасында немесе жаңа басында шығатын видео рекламаның түрін алып тастай аласыз. Ал қалған видеоның астындағы баннерлік жарнама бар, похожий видеоның қасында тұратын баннерный жарнама деген сияқты, лентада тұратын жарнамалар, мына видеоның астында тұратын жарнамалары, олар шыға берсін. Олар адамның назарын қатты ауламайды, видеоның ортасында шығып кетпесе болды. Тек соны алып тастасаңыз, сізде монетизация жүре береді. Құда да тыныш, құдағи да тыныш. Яғни YouTube сізге шектеулер қоймайтын болады. Егер тағы да қарап өтейін, менің жазып қойғандарым бойынша. Так, YouTube-тың тағы бір ережелеріне байланысты. Так, мына жерде парсерларды қолдануға болмайды деп жазған. Яғни үшінші жақты сіз түгелдей пайдалана алмайсыз. Яғни үшінші жақ дегеніміз не? Ол мына бірінші айтатынымыз ол пассив. Пассив дегеніміз не? Пассив дегеніміз, егер сіз видеоңызды шығардыңыз, және де ең алғашқы 24 сағаттың ішінде просмотр жинау керек деп айтқан болатын, соған сәйкес сіз өзіңіздің барлық контактларыңызға рассылка жасасаңыз, барлық сайттардан неше түрлі блогтарға шығатын болса, онда сізге ескерту келетін болады. Сондықтан бұндай өте ауқымды бір уақытта жасалатын парсерларды қолдануға болмайды деген сөз. Келесі. Так, лайк, подписчик және де басқа да статистиканы көтеретін бағдарламалар, контентке қызығушылығын арттыратын қосымша әрекеттер қолдануға болмайды. Жаңа айтқан пассив, рассылка, бот, сервистар. Бұндай сервистар бар. Егер білмейтін болсаңыздар, ақылы сервистар бар, ақысыз да сервистар бар. Яғни сіздерге жалған лайктар мен просмотрлар жинап беретін. Бұндайларды қолданатын болсаңыздар, бұл яғни үшінші жақты айтып тұр. Бұлардың әрекеті сіздердің каналда пайда болатын болса, онда сіздің каналыңызға өте үлкен ескерту келетін болады. Ақыр соңы ол сіздің каналыңызды жойып жіберуіне де алып барады. Так, егер сізге заңмен ескерту келсе, онда сіз видеоны YouTube-тан кетіріп құтыла алмайсыз. YouTube кетіріп тастаған барлық видеоны заңмен қолданылған болса тауып алады. Яғни сіз өзіңіздің видеоңызда бір қате жасап қойдыңыз, бір заңға қайшылық жасадыңыз, және де сол үшін сізге нарушение келді, немесе кәдімгідей осы аудандық мемлекеттік сот сізге шағым түсірген болса, сіз ол видеоны кетіріп тастап, мен түскен шағымнан құтыла алмайсыз деген сөз. Яғни ол жерде сізге алдын ала шағым беріліп қоятын болса, видео арқылы, онда сіз ұсталдыңыз деген сөз. Так что мемлекеттік заңды ескерген жөн, оқыған жөн, және де оны өзіңіздің видеоларыңыз арқылы артық қолдануға болмайды. Так, YouTube сіздің видео мен каналды да кетіре алады. Егер сіз заңды бұзған болсаңыз, әрине. Егер сіз YouTube үшін қаржылай жағынан тиімсіз болсаңыз, сіздің каналыңызды кетіріп тастауға толық құқығы бар. Осындай бір қорқынышты сәті бар, бірақ та менің ойымша, өзімнің жеке пікірім бойынша, YouTube-тың бұл заңдары негізі қазір США, яғни ақш, Америка құрама штаттарына арналған, ол жерде қатты тыйым салынатын болады. Ал Қазақстанға жеткенге дейін білмеймін қаншалықты тез болатынын. Сондықтан қатты шошудың, қорқудың қажеті жоқ. Тек адал, әділ, контентті ұрламай жасай берсеңіз болады. Сау саламатты болыңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Егер де сұрақтарыңыз болса, видеоның астына комментарийға жазып қойыңыздар. Мен келесі видеоларды сол сұрақтар бойынша нақты түсіретін боламын. Алдағы уақытта тікелей эфирге жиі шығамын деген ойдамын. Яғни каналдарға разбор жасаймыз. Ол жерде қандай кемшіліктері бар деген сияқты. Сол үшін егер жас блогерлар болса, жаңадан бастап жатқан блогерлар болатын болса, өздеріңіздің каналдарыңызға жақсырақ көңіл бөліңіздер. Видеоның просмотрына, шапкасына, значогына деген сияқты солардың барлығына біздер талдау жасайтын боламыз.
Ал егер кімдікін бірінші жасаймын десеңіздер, менің сообщество деген бөлімінде комментария жазылу басталды. Сол жерде мен қарайтын боламын. Уже 15-20 адам жазғандай сияқты. Сондықтан солардан бастаймын. Егер сіздің каналыңыз қызықты болатын болса, мен сізге нақтырақ көбірек тоқтайтын боламын. Ал егер видео салынбаған болса, тағы да басқа бір нәрселер болатын болса, онда көп тоқтамаймын. Соны ескерген жөн. Жақсы, сау саламатта болыңыздар. Алдағы уақытта көрісеміз.